Асығына ойын білесің бе? Бұл ойын қазақтың ұлттық ойыны асық ату. Асықтар осылай тізелінеді. Сосын сақа салынады. Кімнің сақасы алшы тұрады, сол бірінші атады. Жарай ма? Мынау сенің сақаң. Әне сенің сақаң бірінші тұрды. Сақаңды ал. Асық былай тұрса, алшы. Былай тұрса, бүк. Былай тұрса, чик. Былай тұрса, омпы. Жарай ма? Ұмытпа осындай қыр-сырларын асықтың. Жарай ма? Негізі тоғызқұмалақ деген қазақтың ұлттық ойыны болады. Бұл екі адамның аралығында ойнайтын ойын. Бұда негізі 9-9-дан 18 отау болады. Екі қазандық болады. Бастаушы, қостаушы екі адам аралығында ойналатын ойын қазақтың ұлттық ойыны. Оған әрқайсы қазандыққа 9-9-дан құмалақ сап шығасыз. Салады. Тосам емес. Екі отау болады. Бірінші ойын бастаған адамды бастаушы деп айтамыз. Екінші рет жүрген адамды қостаушы деп айтамыз. Онда әр бір мына қалдырып, оңнан солға қаратай бірден салып отырады. Бала жүреді. Қалған біздің алады. Үсті ойналатын ойын екі адамда.